Сіз көп көңіл бөлетін адамдар сізді елемейтін болса, сіздің миыңыздағы реакция физикалық ауырсынуға ұқсас болады. Мәселелерге назар аударыңыз, мәселелер көбейеді. Мүмкіндіктерге назар аударыңыз, мүмкіндіктер көбейеді. Адамдар бір-бірін кездестіруінің әрқашан себебі бар. Не олар сіздің өміріңізді өзгертеді, не олардың өмірі өзгертуге сіз көмектесесіз. Неғұрлым аз сөйлесеңіз, сөзіңіз соғұрлым маңыздырақ болады. Ұйықтайтын жеріңіз салқын болса, қорқынышты түс көру мүмкіндігі артады. Әйел мұңын апталап жасыра алады, бірақ қуанышын 1 сағат жасыра алмайды. Бөлмеңізде жалғыз қалсаңыз, автоматты түрде өткен қателігіңізді еске алыңыз. Мен әрқашан адамдардан тек жақсыны іздеймін, жаманын олар өздері көрсетеді. Кейде ең үлкен қайғы үнсіздікке жатады, оны жеткізуге сөз табылмайтын сәттерде. Ашумен басталған нәрсе ұятпен аяқталады. Ақымақтардың арасында ақылды адам әрдайым біртүрлі көрінеді. Көптеген адамдар ақылды, бірақ көбіне ақыл айтады. Сіздің үнсіздігіңізді түсінбеген адам сөздеріңізді де түсіне қоюы екіталай. Кім болса да адамдардың сөзіне тіке қараңыз, әрқашан қысым көрсетпеңіз, әрқашан сабырлы болыңыз. Ешқашан бірден жауап бермеңіз, бірнеше секунд күтіңіз. Содан кейін салқын және қысқа жауап беріңіз. Өзіңіздің әлсіздігіңізді көрсетпеңіз және басқалардың оны сізге қарсы қолдануына жол бермеңіз. Талғампаз киініп, әрқашан сағат тағыңыз. Жастықсыз ұйықтау бел ауруын арылуға көмектеседі. Адам бойды әкеден, салмақты анадан алады. Егер кенеттен шаршағандай сезінсеңіз, басыңызды шайқасаңыз болғаны, қайтадан белсенді бола аласыз. Ақыл назардан тыс қалдыра алмайтын, елемей қою мүлде мүмкін емес нәрселер, тамақ, тартымды адам және қауіп-қатер. Егер еш себепсізден қолыңыз ауырсынса, біреу сізді жамандап жатырғаны. Егер біреу үнемі сізді қараған кезде күлімдеп кетсе, оның сені шын ұнататыны. Егер оны оң көзден кенеттен жас ағып кетсе, бұл жағымды эмоциялардың тереңдігін, қуаныш сияқты күшті сезімдерді білдіреді. Бұл дүниеде ата-анаңнан басқа ешкім шынайы емес. Кедейдің досы жоқ. Өмірдің 5 ащысы, 2-шісі. 3-шісі, адамдар жақсы идеяларды ұнатпайды, олар жақсы көрінгенді ұнатады. Адамдар адамдарды емес, ақшаны құрметтейді. Сіз ең жақсы көретін адамдар сізге көбірек зиян тигізеді. Махаббат көбінесе достықтан басталады. 30% адамдар өз махаббатын ешқашан таба алмайды. Адам өзінің шынайы махаббатын таппас бұрын кемінде 11 рет ғашық болады. Ең алғашқы махаббат адамның есінде мәңгі қалады. Мен сені сүйемін деп сол құлағына сыбырласам, ол көбірек эмоцияға бөлінеді. Ақшаны жақсы көретін әйелдер бар, олармен байланыспа. Олар алдымен ақшаңды, содан кейін сені жұмсайды. Ақыл ойды жақсы көретін әйелдер бар. Өз ақылына сенбесең, аулақ бол, олар сені аяусыз басып тастайды. Жалғыздықты жақсы көретін әйелдер бар. Тырыспа, саған мүмкіндік болмайды. Ештеңеде есеп жасамай, барлығын шын жүректен сүйетін әйелдер бар. Егер оны тапсаң, айырылып қалма. Мұндай әйелдер барлық жерде бола бермейді. Жаман дос, озып бара жатсаң, етегіңді басады, қалып бара жатсаң, қасыңнан қашады. Әрқашан кез келген адаммен қоштасуға дайын бол. Ешкім сенімен мәңгі болмайды. Өмір кепілдік бермейді, мүмкіндік береді. Сүйгенді сүй, сүймегенге жалынба. Ұлың болса ұрыға күлме, қызың болса арсызға күлме. Өйткені сен табалап жатқан сол тағдыр сенің басыңа келмей өмірден өтпейсің. Кейбір адамдарға таң қаласың,
өтірікті ұнатпайды, бірақ өзі өтірік айтады. Біреу алдаса жаман, өзі алдаса кешірімді, басқа сүрінсе күледі, өзі сүрінсе қалыпты жағдай. Біреулердің күнәсін санайды, өз күнәсін санын білмейді. Неткен екі жүзділік десеңші. Бір күндік бақыт іздесең, сұлулықтан ізде. 1000 күндік бақытты іздесең, адалдық пен пәктіктен ізде. Өмірлік бақытты іздесең, өзің сүйетін, құлап сүйетін жанды ізде. Әйелдің адалдығы еркекке ештеңе қалмаған кезде білінеді, ал ер адамның адалдығы әйел адам ауырғанда білінеді. Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әсия Ерболқызы. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар.